Мына жерде бөдененің лотогымен салдық. Міне бөдененің жұмыртқасы. Қазір міне сол жақта жатыр инкубатор лотогы. Мына жерде мына сияқты А2 4 аяғы болады лотокта. Сол жоғары қарайды. Негізі салған кезде осыны мұқият қараңыздар. Мына жерде міне 4 лотогы, 4 аяғы дегенде сол жоғары қарайды. Сол кезде мына жұмыртқа салынады. Бөдененің жұмыртқасы үшкір жағы астына қарайды. Яғни острый конец дейді, острый конец астына қарайды. Мен сіздерге тестировать етемін. Және де қолымыздағы бар қаздың және де бөдененің лотогын салып көреміз. Осы жайлы мысалы қазір оңға солға айландырамыз. Бұл жерге 221 штук жұмыртқа сияқты лотокқа. 221 китайский лоток. Просто ана лотоктың өзіне салып жүргеннен гөрі осы ыңғайлы егерде таза бөденемен айналыссаңыздар. Қазір оң жақта жатыр, мысалы допустим. Қазір келесі сол жаққа кетеді. Енді қазір қаздың, үндіктің, үйректің лотогын салып көрейік. Тауықтың лотогы қазір бізде қолымызда жоқ. Олар қалай келеді, сол лотокпен тағы да түсіре жатармыз. Мына жерде біз үндіктің және де бұл үйректің лотогы болып кете береді, 63 штук. Сосын кейін мына жерде лотоктың асты жағында қарасаңыздар, аяқтары болады анандай екі-екіден түп жағында. Қазір мына жұмыртқаларды алып көрсетем тағы да видеоның соңында. Мына қарап отырсаңыздар, қазір біз тауықтың үлкендеу деген жұмыртқаларын қолданып жатырмыз, 65 грамдық. Бұл жерде де жаңағы айтып өткендей бөдененің сияқты үшкір жағын астына қаратамыз. Яғни мына жерде үшкір жағы болады, үшкір жағын астына қаратамыз. Барлық жұмыртқада сондай. Үшкір жағын астына қаратамыз. Оңға солға айландырып көріп жатырмыз. Мына жерде міне қаздікі осындай 32 жұмыртқа кетеді. Жатқызып салу керек. Және де мынандай бетіндегі мынандай отверстиялар дейміз бе, мына шығып тұрған нелері жоғары қарайды, үшбұрыш сияқты жоғары қарайды. Және де жұмыртқа осының үстіне салынады. Қазір жұмыртқасы болмай тұр. Примерно тауықтың жұмыртқасын салып көрсете салайын. Осылай. Жұмыртқаларыңыз енді слишком дәу болып кетсе де ыңғай келмейді. Ыңғай келсе стандартный жұмыртқалар салғандарыңыз дұрыс. Дәу болып кетсе амалдап бірдеме қылып жасайсыздар. Осындай.
мына жерде бізде бір 30 жұмыртқа болса, допустим, онда мына перегородканы қойып, қазір мен сіздерге көрсетемін, именно под уклоном былай лотокты жасап аласыздар, және де осы жерге бір пенопласт па, чтобы мына ағашты итеріп тұратындай. Мынау со временем біраз уақыттан кейін боса кетуі мүмкін. Сол кезде жұмыртқалар секіріп шығып кету қаупі бар. Сол үшін мен сіздерге қазір көрсетемін, қалай жұмыртқаны салу керек екен. Именно лотоксыз мына поддонның өзіне. Мына жерде бізде қазір под уклоном тұр, оң жаққа немесе сол жаққа өздеріңізге қалай ыңғайлы жасап аласыздар. Және де сразу инкубаторды өшіріп тастаңыздар, өйткені мына лоток оңға қарай жүріп кетуі мүмкін. Сол кезде жұмыртқаңыздың бәрі шашылуы мүмкін. Уклонды қойдыңыз, инкубаторды өшіре тұрдыңыз. Қазір жұмыртқаны салайық. Жұмыртқаны салып алғанша. Мысалы, қазір тауықтың жұмыртқаларын саламыз. Мына жерге ыңғайластырып, шахматный түрде үшкір жағын астына қаратып, және де мысалы 3 қатар примерно есеппен жобамен аласыздар да, 3 қатар сият деп перегородкасын тақап, келесі жұмыртқаларды 3 жұмыртқаның арасына қарап отырсаңыздар, арасында шахматный түрде кішкентай жұмыртқалар болса, аралары соғылып жатса, олардың араларында да мынандай пенопласттар тығып тастасаңыздар болады. Қазір көрсетеміз. Мына жұмыртқаның арасында бос орын қалмау керек. Бос орын қалса, ол ары-бері айланғаннан кейін ортасында бос орын болған соң, жаңағы жұмыртқалар бір-бірімен соғылып, шығып кету қаупі бар. Сол үшін сол жағын ескерілгендеріңіз жөн. Үшкір жағын астына қаратамыз. Инкубаторды өшіріп қойсаңыздар да дұрыс, өйткені лотокта жаңа айтқандай жүріп кетуі мүмкін. Сол кезде мына салып атқан жұмыртқаңыздың бәрі далаға шашылады. Жетпеген жеріне пенопласт аламыз да, пенопласт тығып тастаймыз мына екі ортаға. Қазір мен стопқа баса тұрайын, осының бәрін жасап алайын, сосын сіздерге тағы да жалғастырамыз видеоны. Міне салдық және де қостық. Өстіп пенопласттарды салып аласыздар да арасына. Сосын кейін біраз ары-бері айландырасыздар. Қадағалайсыздар. Жұмыртқалар ары-бері қозғалған кезде араларында бос орын жүруі мүмкін. Сол жерге қайтадан пенопласт толтырып тастайсыздар. Және де айтып кеткендей, мына перегородкамыз жылжып кетуі мүмкін. Сол үшін мына сияқты арасына Т-образный қылып упор берсеңіздер жақсы болады. Мына мықтырақ ағаш болсын, немесе пенопласт болсын, қаттырақ нәрсе болса тіптен жақсы. Бүйірінен берсеңіздер, немесе екі шетінен берсеңіздер болады, чтобы упор болатындай мына жағынан қарасаңыздар. Мына перегородка со временем қозғалып кетуі мүмкін. Сол үшін жасап қойғандарыңыз дұрыс. Міне ары-бері айландырасыздар, және де сол араларына қалған бос орын болса, сол жерге пенопластты қайтадан толтырып тастайсыздар. Мына жерде енді бізде 30 жұмыртқадай салынды, примерно 30 жұмыртқаға жетер-жетпес. Соны ары-бері айландырып көресіздер. Егер де бәрі жақсы болса, крышкасын жауып, инкубаторды ары жұмыс жасауға жібересіздер. Мына бізде сигнализация ойнап жатыр, ол сигнализацияны тағы да айта кетейін. Мына П-ні бірлес бастыңыз, сигнализация өшеді. Өшіп болғасын, бәрі температурасы, влажность набирать еткесін, қайтадан бас қойсаңыздар, сигнализацияңыз қосылды деген сөзде. Немесе свет өшіп қалған жағдайда қайтадан қосылған кезде бұл автоматически өзі сигнализация қосылады. Қазір біз сигнализацияны өшіріп тастайық. Екеңіздер жұмыртқа, қазір тауықтың жұмыртқасы. Оңға солға айландырып көріп жатырмыз. Ал егерде жұмыртқаңыз 100-дей болса, онда және сияқты полный шахматный порядкада саласыз, және де перегородканы алып тастайсыздар. Одан кейін жұмыртқаның араларына жақсылап пенопласт саласыздар. Бір-бірінің арасына жақсы тығыз орналасу керек. Өйткені бір жұмыртқа боса кеткеннің өзінде, бұл жұмыртқа боса кетсе, біреу шығып кетсе, қалғанның жұмыртқаның бәрі сол орынға қарай имелеп, жұмыртқа шашылып қалу қаупі бар. Сол жағын қатты ескергеніңіздер. Ары-бері айландырып көріңіздер.
егерде анандай предварительный пластиковый лоток болмаса, осылай салуға да болады. Мына жерде егерде лотокты вывод кезінде қалай қоямыз, прямой положение қоямыз да, және де авоскопирование жасап вывод неоплодтарын алып тастап, жұмыртқаларды жатсыз қойсаңыздар да болады, немесе осындай тігінде шыға береді. Тігіне қарап қойса, мына үшкір жағын астына қарап, онда да шыға береді. Мына перегородкалардың бәрін алып тастасаңыздар болады. Және де тоқтатқан кезде біз контроллерға келеміз де, мына P дегенде 5-6 секунд басып тұрамыз. Бұл жерде U1 дегенде тауып аламыз. T0, міне H0, H1, H2, U1 деген керек бізге. U0-іміз 90-да тұра береді, яғни 90 минут переворот бұл 1,5 сағат сайын. U1-ді 0 қыламыз, яғни бұл жерде 20 болуы мүмкін. Бұны 0 қыламыз да, және де қайтадан P-ні 5-6 секунд басып тұрамыз. Память сохранить етілді, яғни переворот автоматический режим өшірілді. Бірақ ручной режим істеп тұр. Егерде бассаңыз, мына переворотыңыз жүре береді. Міне, көрдіңіздер ме? Енді бұны шығатын кездер және бөденен айтып өткендей 15-ші күні тоқтатасыздар, тауықты 19-ші күні тоқтатасыздар, үйрек, үндік оларды 25 күннен кейін тоқтатасыздар, 24-25 күн. Қазды 27-ші күндері тоқтатасыздар. Үсті прямое положение қойдыңыздар, және де бұл лотокты зафиксировать ету үшін картон ба немесе ағаш па, мына екі фанердің екі ортасына, немесе мына сэндвичтің екі ортасында лотокты бір қатты қағазбен фиксация жасап қойыңыздар. Мына бір жағын немесе екі жағын, тіптен жақсы. Сосын кейін мына перегородкаларды алып тастап, авоскопирование жасап, мына неоплодтарды алып тастасаңыздар болады. Және де жұмыртқа кішкене көбірек орын болады, жатқызып қойсаңыздар да болады жұмыртқаны. Одан кейін мына өйткені фиксация жасамасаңыздар, мына жұмыртқадан шыққан балапандар, мысалы мына жағында жұмыртқалар көп болса, сол жерге бәрі үймелеу алуы мүмкін де, сол кезде мына жұмыртқаның салмағымен және балапандардың салмағымен бірге мына лоток төмен қарай кетіп қалуы мүмкін. Өйткені мына моторчигіміз көтере алмай қалуы мүмкін. Сол үшін мына жұмыртқаның бәрі жерге түсуі мүмкін. Сол қауіптен сақтану үшін мына лотокты прямой положениеде фиксация жасап, зафиксировать етіп қойыңыздар. Перегородканың бәрін алып тастап. Вывод кезінде мына пластиковый мелкий сетканы тастасаңыздар болады. Ал выводқа дейін мына темір сетканың өзіне де сала берсеңіздер болады. Бұл именно вывод кезінде арналған сетка ғана негізі мына пластиковый.